Қайырлы күн мектеп ұстаздары, кітапхана оқырмандары және әлеуметтік желі қолданушы оқырмандарымыз. Мектеп кітапханасы тарихи сауаттылық апталығына «Бабалар жолы. Түркіден қазаққа» атты кітап көрмесін назарларыңызға ұсынады. Бұл көрме тарихқа жол ашатын кітаптар көрмесі. Тарих дегеніміз халықтың өзін-өзі тану жолындағы ұзақ сапары. Қазақ даласының ғасырлар бойғы рухани және саяси болмысы түркілер дәуірінен бастау алады. Сондықтан қазақтың бүгінгі келбетін, ұлттық санасын, мәдени әлемін түсіну үшін біз ең алдымен түркі өркениетінің терең тамырына үңілуіміз қажет. Бабалар жолы түркіден қазаққа дейін деген ұғым жай тарихи сабақтастық емес. Бұл ұлттың рухани жадын ұйымдастыратын, ғасырлар арасын жалғайтын алтын көпір. Түркілер Еуразияның кең даласы меңгерген, аспан астындағы еркіндікті өмірінің өзегін айналдырған ұлы көшпелі өркениет. Олардың дүниетанымы тәңірге табынудан, табиғатты қадірлеуден, еркін рух пен әділетке сүйенген дала заңынан тұрады. Ұлы далада туған бұл құндылықтар кейін қазақ халқының мінез құлқын, болмыс бітімін, ойлау жүйесін айқындаған рухани кодқа айналды. Көшпенді өмірдің қағидалары, батырлық пен ел қорғау дәстүрі, еркіндікті қастерлеу, осының барлығы түркілік әлемінің қазақ санасына сіңген жалғасы. Уақыт өте келе тайпалардың бір бөлігі Депші Қыпшақ даласында тоғысып, этникалық, мәдени, саяси жағынан тұтасып, жаңа бір ұлт қазақ халқының қалыптасуына негіз қалады. 15 ғасырда құрылған қазақ хандығы шын мәнінде осы ұзақ тарихи үрдістің заңды нәтижесі болды. Бұл бабалардың елдік идеясын, бірлік мұратының салтанат құру еді. Керей мен Жәнібек бастаған хандық бір ғана саяси құрылым емес, ғасырлар бойғы түркілік рух пен далалық еркіндіктің қайта жаңғыруы. Қазақ халқының әрбір дәуірі түркілік мұраның жаңа қырын ашып отырды. Жоңғар шапқыншылығы кезеңінде батырлар институты қайта күшейіп, ата-баба дәстүріндегі ерлік рухы ұлттық болмысымызды сақтап қалды. Ал бертіндегі заманда қазақтың мәдениеті, тілі, аңыздары, әдет ғұрпы барлығы да түркі өркениетінің 1000 жылдық тармақтарымен сабақтасып жатқаны анық көрінеді. Бүгінгі күнде бабалар жолына үңілу өткенді қастерлеу ғана емес, ұлттық болашақты айқындаудың бір жолы. Өйткені түркіден қазаққа дейін созылған тарихи жол ұлттың тұтастығын қалыптастырған, рухани беріктігін сақтаған, мәдениетімізге терең тамыр берген жол. Осы жолдың бойында біз кім екенімізді, қайдан келгенімізді және қайда бара жатқанымызды түсінеміз. Бабалар жолы ұрпаққа аманат. Бұл аманат біз түпкі тамырымызбен байланыстырып, қазақ рухын мәңгілік ететін күш. Түркіден бастау алып, қазаққа ұласқан ұлы тарих бүгінгі ұлттың баға жетпес құндылығы, рухани негізі және болашаққа бет алған бағыт-бағдары. Ендеше сіздермен осы кітаптарға шолу жасасақ. Зира Наурызбаева, «Қазақтардың мәңгілік аспаны». Бұл туынды түркі қазақ мифологиясын жаңаша ашады. Ұлттың рухани коды, аспанға табыну, тәңірлік дүниетаным, табиғат пен адам байланысы бәрі көркем тілмен, ғылыми негізбен баяндалады. Қазақтың мәңгілік аспаны арқылы бабалар рухын сезінесіз. Зира Наурызбаева зерттеуі қазақ және жалпы түркі дүниетанымының архетиптік негіздерін тереңінен таразылайды. Қазақтардың мәңгілік аспаны халықтың рухани жадында сақталған. Тәңірлік космологияны, аспан культінің философиялық һәм мәдени мағынасын қазіргі заманның ғылыми мәдени контекстіне қайта пайымдайтын тың еңбек. Автор түркі қазақ мифологиясының көп қабатты құрылымын, уақыт пен кеңістік туралы көшпелі түсініктерді, табиғат пен етене өмір сүруге негізделген дүниетанымның символдық тілін жүйелі талдайды.
Кітапта аспан мен жердің байланысы, адам мен әлемнің тұтастығын айқындайтын мифтік бейнелер, рухани рәміздер, сакралдық кеңістік туралы түсініктер, этнографиялық материалдармен, тарихи деректермен және мәдени антропологиялық зерттеумен ұштастырыла беріледі. Наурызбаев қазақтың мәңгілік аспан ұғымын тек мифологиялық бейне ретінде емес, ұлттың сан ғасырлық рухани кодының дүниетанымын сезіну мен тану тәсілінің мәдени сабақтастығының негізі ретінде ашады. Бұл еңбек бабалардан жеткен космогониялық ойлау жүйесі мен қазіргі ұлттық болмыстың арасында көпір орнататын терең интеллектуалдық талдау. Екінші кітабымыз Радик Темірғалиевтің Ақ Орда қазақ хандығының тарихы деп аталады. Кітапта Ақ Орданың құрылу кезеңдері, түркі тайпаларының бірлігі, хандар шежіресі мен қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы нақты деректерге сүйене отырып беріледі. Қазақ хандығының іргесі қалай қаланды деген сұраққа жан-жақты жауап табылады. Радик Темірғалиевтің бұл еңбегі қазақ мемлекеттілігінің бастауын Ақ Орда дәуірімен байланыстыра зерттейтін іргелі тарихи ғылыми талдау. Автор 14-15 ғасырларда Депші Қыпшақ аумағындағы саяси үдерістерді, билік жүйесінің трансформациясын және түрлі түркі тайпаларының этносаяси интеграциясын кең ауқымда қарастырады. Кітапта Ақ Орданың қалыптасы мен ыдырау барысы, оның құрылымдық әкімшілік жүйесі, билеушілер әулетінің легитимді билікке жету жолдары, шежірелік археографиялық тарихи дереккөздер негізінде жүйеленеді. Темірғалиев Депші Қыпшақтарды ұлыстар арасындағы тепе-теңдік, Шыңғыс хан әулетінің билік үлгісі, ру тайпалық елетаның саяси рөлі және олардың қазақ хандығының құрылуына ықпалын терең талдай отырып, қазақ халқының тарихи қажеттілік ретінде дүниеге келгенін дәлелдейді. Еңбекте Керей мен Жәнібектің мемлекеттік құрылым түзуі, олардың ізбасарлары жүргізген саяси реформалар, қазақ этносының бірігуге бағытталған ішкі және сыртқы факторлар ерекшеленіп көрсетіледі. Автор Ақ Орда кезеңін жеке тарихи құбылыс ретінде ғана емес, қазақ мемлекеттілігінің тұғырын анықтаған стратегиялық дәуір ретінде қарастырады. Осылайша кітап қазақ хандығының іргетасы қалай қаланды деген мәселені көп қырлы деректерге, саяси, тарихи синтезге сүйене отырып жан-жақты пайымдайды. Бұл еңбек қазақ тарихының терең тамырын танығысы келетін оқырмандарға арналған құнды зерттеу. Үшінші кітабымыз Радик Темірғалиевтің Соңғы батырлар дәуірі. Бұл шығармада ел тәуелсіздігі үшін жанын қиған батырлар өмірі, жоңғар шапқыншылығы кезінде тарихи тұлғалардың ерліктері, ел қорғаған ерлердің құндылықтарын айқын суреттейді. Ұлт рухын көтеретін деректі еңбек. Радик Темірғалиев Соңғы батырлар дәуірі еңбегі жоңғар шапқыншылығы кезеңінде саяси ахуалды қазақ халқының әскери стратегиялық әрекеттерін және батырлар институтының тарихи рөлін терең талдайтын құнды деректі зерттеу. Автор 18 ғасырдағы қазақ қоғамын тек соғыс алаңындағы қақтығыстар арқылы емес, сол дәуірдің менталитеті, әскери мәдениеті, әлеуметтік құрылымы мен рухани құндылықтары тұрғысынан кешенді түрде қарастырады. Еңбекте ел тәуелсіздігі жолында жанын қиған қазақ батырларының өмірбаяны, олардың елдік мүдде жолындағы ерліктері, жеке тұлғалық қасиеттер мен стратегиялық шешімдері, мұрағаттық деректер, ауызша тарих және шежірелік материал негізінде жан-жақты ашылады. Қабанбай, Бөгенбай, Малайсары, Олжабай сынды тарихи тұлғалардың ерлік мектептері, қол басқару дәстүрі, сандарлық тактикасы, ұлттық әскери өнердің даму логикасымен байланыстыра талданады. Темірғалиев батырлар дәуірін тек қарулы қақтығыстар жиынтығы ретінде емес, ұлттың тарихи санасын қалыптастыратын шешуші уақыт ретінде қарастырады. Бұл кезеңде пайда болған ерлік идеологиясы, елдік бірлікті сақтау жолындағы рухани құндылықтар, азаттыққа ұмтылған халықтың ішкі тірегі, бәрі қазақ болмысының тұрақты негізін құрағаны
ғылыми тұрғыда түсіндіріледі. Осылайша соңғы батырлар дәуірі ұлттық рухты асқақтататын еңбек қана емес, тарихи жадыны жаңғыртып, қазақ мемлекетшілігінің мәдени өркениеттік тамырларын айқындайтын терең зерттеу еңбегі. 4-ші кітабымыз Рустам Рахманалиев «Түркілер империясы». Түркі халықтарының ұлы көшпелі өркениеті, әскери қуаты, мәдениеті мен геосаяси ықпалы кең ауқымда баяндалады. Түркілердің әлем тарихындағы орын зерттейтін мазмұнды еңбек. Рустам Рахманалиев «Түркілер империясы» еңбегі Еуразия кеңістігі мыңдаған жылдар бойы қалыптастырған түркі өркениетінің тарихи геосаяси даму логикасын кең қамтитын жан-жақты зерттеу. Автор түркі халықтарының тамырын біздің заманымызға дейінгі дәуірлерден бастап көне түркі қағанаттарын құрылу кезеңдері, олардың саяси жүйесі, әскери құрылымы және мәдени рухани болмысы арқылы өркениетті тұтастық ретінде қалыптастырады. Кітапша көшпелі қоғам феномені, оның экономикалық моделі, дала демократиясының ерекшеліктері, билік пен ру, тайпа құрылымының қызметі, мемлекет басқару тетіктері, ғылыми деректер, табиғи жазбалар негізінде терең талданады. Түркі әскери өнерінің тактикалық шеңберлігі, жорық жүргізу стратегиясы, дала дипломатиясы және Еуразия кеңістігіндегі геосаяси тепе-теңдікте ықпалы кең контексте көрсетілген. Автор түркі дүниесінің мәдени ықпалын жазу дәстүрін қалыптастыру, тәңірлік дүниетаным, мифологиялық жүйе, өнер, құқықтық нормалар мен салт дәстүрлердің кейінгі қазақ және өзге түркі халықтарының менталитетіне қалай әсер ететін аналитикалық тұрғыдан зерттейді. Сондай-ақ кітапта түркі империяларының тарих санасындағы өрлеуі мен құлдырауының себептері, олардың Еуразия өркениетімен өзара байланысты жүйесі түрде баяндалады. Түркілер империясы түркі әлемінің әлемдік тарихтағы орнын айқындап, көшпелі өркениеттің күрделі құрылымын ғылыми синтез арқылы ашатын, ұлттық сананы тереңдетуге арналған мазмұнды әрі ауқымды еңбек. Бұл көрме сізді бабалар жолымен жүріп өтетін рухани сапарға шақырады. Тамыры терең тарихты тану болашақтың нық қадамы. Я Батура Карина, ученица 9 Б класса, и я прочитала книгу «Аккорда» от Радика Тимиргалиевой. Хочу вам рассказать то, о чем я узнала. Книга рассказывает об истории формирования Аккорды, одного из самых крупных государственных оснований на территории Казахстана 15-16 века. Автор объясняет, как Орда возникла после распада улуса Джучи, что происходило между его правителями и как усиливались местные ханы, и почему это государство стало решающим основой для правления казахского ханства. В этой книге описана политическая ситуация в степи после Золотой Орды, борьба за власть между потомками Чингисхана и развитие экономики и кочевой культуры. Главная мысль – Аккорда сыграла решающую роль в формировании казахской государственности, став культурной основой будущего казахского ханства. Благодарю, до свидания. Я Панасенко Анжелика, и сегодня я хочу рассказать вам про прочитанную мною книгу Радика Тимиргалиева «Эпоха последних батыров». Эта книга рассказывает об истории и о том, как наши батыры защищали нашу честь, наши степи и независимость. Сегодня я расскажу краткое содержание. Книга рассказывает о тяжелом столетии в истории казахского ханства, когда народ переживал постоянные войны и внутренние конфликты. Главной угрозой были джунгуры. А именно в это время появились последние великие батыры – Кабанбай, Бакенбай, Есет, Наурызбай и другие. Они защищали народ, объединяли войско, играли большую роль, когда власть ханов была слабой и разделенной. Параллельно усиливалось влияние России. Ханы и султаны по-разному на это реагировали, но это вызывало огромный спор. Особое место занимает фигура Абылай-хана, который попытался объединить 3 жуза и сохранить казахские степи, сохранить независимость нашей страны. В конце книги автор показывает, что эпоха батыров завершается,
а на ее место приходит новая историческая реальность с империями, границами и измененными образом жизни казахов. Но также эта книга рассказывает о нашей истории, которая продвигалась долгие годы. Они защищали нашу страну. Все батыры великие, и мы помним и благодарим за то, что защитили нашу независимость.